Hello, dear members, teachers and the listeners. I am Nagashibay Butagos, a 10th grade student of School 8 in Atbasar. Менің ғылыми жобамның тақырыбы Сұрмергені қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың туылғанына биыл 100 жыл. Бұл тақырыпты таңдаудағы басты себебім қазақтың қайсар қызы, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың өмірі мен ерлігін тереңірек зерттей отырып, қазіргі жас ұрпаққа оның бейнесін үлгі ретінде насихаттау. Бұл зерттеудің мақсаты Әлия Молдағұлованың өмірі мен ерлігін жан-жақты зерттей отырып, оның тұлғалық қасиеттерін ашу. Осы мақсатқа жету үшін мынандай міндеттерді қойдым. Әлия Молдағұлованың өмір баянын зерттеу, оның соғыс жылдарындағы еңбек жолын талдау. Батырдың есімін мәңгі есте қалдыруға арналған шараларды көрсету, Әлияның бейнесін қазіргі ұрпаққа үлгі ретінде насихаттау. Әлия Нұрмағамбетқызы Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысының Қобда ауданында дүниеге келген. Әлия Молдағұлова Ленинградтық достар үшін Лия еді. Лия жетім өсті. Себебі бай тұқымы деп әкесі Нұрмағамбет қудаланып, кейін аштық жылдарында бір картоп үшін анасы Маржан атылып кетті. Жастайынан ата-анасынан айырылған Әлия кейін нағашысының қолында өсті. Кейін Ленинградтағы нөмірі 9-шы мектеп-интернатта оқыды. Әлияның балалық шағы қиыншылыққа толы болды, бірақ соған қарамастан ол білімге, тәртіпке ерекше мән берді. Ұлы Отан соғысы басталғанда Әлия да көптеген жастар сияқты еліне қызмет етуге ұмтылған. 1943 жылы мергендер мектебін бітіріп, майданға аттанды. Әлияның мерген ретіндегі шеберлігі ерекше болды. Ол қысқа уақыт ішінде 78 фашистің көзін жойған. 1944 жылы Псков облысындағы шайқаста ерлік көрсетіп, ерлікпен қаза тапты. Әлия Молдағұлова қазақ халқының мақтанышы, қайсарлық пен батылдықтың символы. Оның есімі тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде батырлықтың үлгісі ретінде танылған. Қазіргі таңда Әлия Молдағұлованың құрметіне көптеген ескерткіштер, мектептер және де көшелер бар. Сіздердің назарларыңызға Ұлы Отан соғысының 80 жылдығы мен Әлия Молдағұлованың туылғанына 100 жылдығына орай Атбасар қаласының тұрғындары мен мектеп оқушыларының арасынан сұхбат алдым. Сәлеметсіз бе? Сізге бір-екі сұрақтар қойып кетсем. Ұлы Отан соғысының жылдары? 41 жыл. 45-тен біткен. Рахмет. Әлия Молдағұлова кім? Ол біздің жүрегімізді туған майдагер, жаңағы міндетті өзіміздің еліміз соғысқа шыққан кезінде әлі малы болса бәрімізді құрметті соны ойлаймыз. Әлі күшке соны ой отырмыз. Рахмет. Ұлы Отан соғысына қатысқан қандай батырларды білесіз? Кім жаңағы Панфилов жаңағы соғысында оған кім Бауыржан Мамышұлы, сосын жаңағы Мәншүк Мәметова деген жаңағы қазақ қаралы қыздары, солар батырлар мұтып отырмын шамалап. Білем, мұтыптың кішкене. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Біз сізге бірнеше сұрақтар қойғымыз келген. Бірінші сұрақ Ұлы Отан соғысының жылдары. 1941-45. Дұрыс. Ұлы Отан соғысының мерген қызы, яғни Әлия Молдағұлова кім? Мерген? Стрелок? Және ол туралы қандай ақпараттар білесіз? Ол соғыста қайтыс болған болатын, қазақтың батыр қызы ғой? Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сізге бір-екі сұрақ қойып кетсек. Ұлы Отан соғысының жылдары. Сәлеметсіз бе? 1941-1945 жылдары. Рахмет. Әлия Молдағұлова кім? Ол снайпер, мерген. Рахмет. Және де Ұлы Отан соғысына қатысқан қандай батырларды білесіз? Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметова, Қам Құрманов. Рахмет. Сіздерге Ұлы Отан соғысы жайлы
сұрақ қойып кетсем, Ұлы Отан соғысының жылдары. 1941-1945 жылдар арасында. Я рахмет. Әлия Молдағұлова кім? Қазақ халқының қаһарманы, ол Ұлы Отан соғысында мерген болып сатқан. Үшінші сұрақ. Ұлы Отан соғысына қатысқан қандай батырларды білесің? Бауыржан Момышұлы, Азат Тұрлыбеков, Рахымхан Қошқарбаев, Мәншүк Мәметова, Хиуаз Досманова. Я рахмет. Қорытындылай келе, Әлия Молдағұлованың ерлігі мен патриоттық рухы өскелең ұрпақ үшін мәңгілік өнеге. Оның батылдығы, ерлігі, еліне деген сүйіспеншілігі әрбір қазақстандықтың жүрегінде сақталған асыл мұра. Біз Әлияның есімін ұмытпай, өскелең жас ұрпаққа дәріптеуіміз қажет. Назарларыңызға рахмет.